оқушылар, қазақ тілі пәнінен адамның сырт келбеті мен мінезі бөлімін бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бала абай. Бүгінгі сабақта мәтінді жалпы мазмұнын түсіну үшін оқитын боласыңдар. Мәтін ішінен сын есімдерді тауып, тұлғасына қарай ажыратасыңдар. Құрметті оқушылар, өткен жылы естеріңізде болса, Абайдың 175 жылдық көлемін мектепшілік, аудан, облыс, республика көлемінде тіпті халықаралық конференциялардың куәсі болдық. Осы ретте адамзаттың асыл дүниелерін өмірге әкелген Абай атамыз мынандай ой тастайды. Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ дейді. Көрдіңіздер ме балалар? Бір-бірімізбен киім, машина, дүние, үй сынды дүниелермен біз оза алмайды екенбіз. Егер ерекше болғымыз келсе, айрықша көрінгіміз келсе, онда біз де ақылымыздың толықсуына, мінезіміздің көркем болуына, біліміміздің күшеюіне күш салуымыз керек екен. Сонда ғана біз ерекше және өзгеше болады екенбіз. Сонда ғана біз қатарымыздан оқ бойы озық болады екенбіз. Олай болса, құрметті оқушылар, 94-ші бетте берілген екінші тапсырманы мұқият оқып шығыңыздар. Құрметті оқушылар, мәтінді мұқият оқып болсақ, түсіндік деген ойдамын. Егер түсінбесеңіздер, 2-3 қайтара оқыңыздар. Бұл жерде Абайдың қандай болғандығын, қалай болып өскендігін, былайша айтқанда портретін керемет сипаттаған. Бұл шығарма Мұхтар Әуезовтің Абай жолы шығармасынан алынған үзінді екен. Осыны біле жүріңіздер. Енді мәтіннен кейінгі тапсырмаларды орындайық. Мәтінге сіз қандай тақырып қояр едіңіз? Сұйық шаш, сидиып, солғын сөздерінің мағынасын қалай түсіндірер едіңдер? Мәтіндегі негізгі ойға сүйеніп, Абайды сипаттап беріңіздер. Бұл оқу тапсырмаларын, құрметті оқушылар, ауызша орындаңыздар. Өткен сабақтарда біз сендермен сан есімді өттік, зат есімді өттік. Енді бүгін сын есімдер туралы білетін боламыз. Сын есім дегеніміз заттың құбылыстың, сын сипатын, көлемін, түр түсін, сапасын білдіреді екен. Ол қандай және қай деген сұрақтарға жауап береді. Сын есімдер тұлғасына қарай негізгі сын есімдер және туынды сын есімдер болып бөлінеді. Әрі қарай бөлшектеуге келмейтін сын есімдерді негізгі сын есімдер деп атаймыз. Мысалы, әдемі, асыл, сұлу. Естеріңізде болса, біз түбір сөзді өткенбіз. Түбір сөздер ары қарай бөлшектеуге келмейді. Яғни бұлар негізгі сын есімдер. Қандай қай деген сұраққа түбірмен тұрып жауап берсе, онда біз оларды негізгі сын есімге жатқызады екенбіз. Ал енді сол түбірге жұрнақ жалғану арқылы жасалатын сын есімдер туынды сын есімдер деп аталады. Яғни өзі аты айтып тұрғандай, басқа сөз табынан немесе сөздерден туындайды екен. Сол туындаған сын есімдерді біз туынды сын есім деп атаймыз. Енді оқушылар нөмірі 2-ші оқу тапсырмасын оқып көрелік. Бала Абай мәтіні бойынша сын есімді негізгі және туынды түріне қарай ажыратып жазыңыздар. Мәтіннің ішінен мұқият оқитын болсаңыздар, көптеген сын есімдерге кезігесіздер. Осы сын есімдерді негізгі және туындыға топтап жазайық. Мысалы, қара қандай?
Құрметті оқушылар, осы жерде кішкене сақ болыңыздар. Көбіміз түбірі қар екен деп бөліп тастайтынымыз бар. Негізінде білдіретін мағынасы түсі қара, ол қар деген сөзден шықпаған. Яғни бұл жерде түсін білдіріп тұрғандықтан қара негізгі сын есімге жатады. Ал туынды сын есімге толық, түбірі тол, толу, етістік, ық деген жұрнақ жалғану арқылы толық, қандай? Толық болып туынды сын есімге айналып тұр. Құрметті оқушылар, қосымша оқу үшін мен сіздерге Абайдың 18-ші қара сөзін ұсынамын. Бұл жерде адамның сырт келбеті, мінезі қандай болу керектігі туралы Абай өзінше ой толғайды. Олай болса ғаламтордан немесе кітаптан тауып, Абайдың осы бір қара сөзін шама шарқыңыз жеткенше түсініп оқып алыңыздар. Ал біз бүгін мәтін мазмұнын түсініп оқыдық деген ойдамын, және сын есімдердің не екенін біліп, туынды және негізгі сын есімдерді ажырата алдық деген ойдамын. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Тапсырмалар түсінікті деген ойдамын. Сау болыңыздар. Рахмет.